Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Ана тілі пәнінен 86-шы сабақ заттың сынын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені есімізге түсіріп алайық. Заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, қандай, үлкен, қандай, таза, қандай, биік. Ережені есімізге түсірсек, суреттерге қарайық. Суретте нені көріп тұрмыз? Бірінші қарбыз. Қандай қарбыз? Жасыл қарбыз. Құлпынай қандай? Қызыл құлпынай. Асқабақ қандай? Қатты асқабақ. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің тақырыбы біздің көшедегі мәшинелер. Біз білетін көлік түрі сан алуан. Солардың бірі жедел жәрдем. Онда дәрігер, мейірбике болады. Тағы бір мәшинені ешкім тоқтатпайды. Бірақ бұл көлікті бірден танисың. Өрт сөндіргіш мәшинелер от сияқты қызыл. Мұнда өрт сөндірушілер отырады. Бұл мәшинелер тез жүреді. Себебі оларға өртті тездетіп сөндіру керек. Біздің көшеде мәшинелер өте көп. Әрқайсысының өз ісі бар. Мәтін Балдырған журналынан алынған. Оқушылар, мәтінде қандай көліктер туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. Өрт сөндіргіш мәшине және жедел жәрдем мәшинесі туралы айтылған екен. Жедел жәрдем, өрт сөндіргіш мәшинелер не үшін керек деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Жедел жәрдем, өрт сөндіргіш мәшинелер адамның өмірін құтқару үшін керек екен, Жақсы. Келесі, адам өміріне аса қажет. Тағы қандай көлік түрлерін білесің? Өзіміздің ойымызды айтайықшы. Жақсы, жарайсыңдар. Тағы да полиция көліктері қажет екен, Полиция ол қоғамдық тәртіпті сақтау, қылмыспен күресу үшін қажет, балалар? Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, оқушылар, келесі жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Жұмбақты көшіріп жаз. Шешуін тап. Бүгін киген ақ тоны ертең болар қара тон. Қара тоны аздан соң болып кетер ала тон. Жұмбақтың шешуі не деп ойлайсыңдар? Жақсы, жарайсыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Жауабы жер. Енді балалар, осы жұмбақтан заттың түсін білдіретін сөздер табайық. Ақ тон. Қандай тон? Ақ тон. Қара тон. Қандай тон? Қара тон. Қандай тон? Ала тон. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Берілген белгілері бойынша не екенін тауып жаз. Әдемі, түрлі түсті не болуы мүмкін? Жақсы, жарайсыңдар. Әдемі, түрлі түсті ол гүл болуы мүмкін, Келесі, сақ, қорқақ, тез жүгіреді. Ол не? Дұрыс айтасыңдар. Ол қоян. Келесі, тәтті және қызыл. Дұрыс айтасыңдар. Ол алма. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.